Сәлем, каналға қош келдіңіз. Бүгін біз қызанақ туралы айтамыз. Қызанақ қандай дерттерге дауа екенін білесіз бе? Ендеше видеоны қолдап жылдың соңына дейін 300 мың жазылушыға жеткізейік. Қолдау білдіріп каналға жазылыңыз, қоңыраушаны да басыңыз. Лайк басуды да ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Жаз мезгілінде сүйіп жейтін көкөністердің бірі қызанақтың пайдасы жайлы біліп жүріңіздер. Қызанақтың құрамы B1, B2, B5, B6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу уақыты 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында B2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Кімдерге қызанақ жеуге болмайды? Қызанақтың аллергияны арттыруы тез. Егер сіздің иммунитетіңіз аллергияға бейім болса, онда сіз қызанақтан да бас тартуыңыз керек. Өнімнің құрамындағы органикалық қышқылдардың әсерінен сізде кері реакция бастауы мүмкін, тіптен өлім қаупіне алып келуі ықтимал. Адамда өт жолдары аурулары болса, қызанақтар ағзаға күшті холеретикалық әсер етеді. Сондықтан оларды өте сақтықпен қолданған жөн. Егерде сіздің өт жолдарыңыз ауыратын болса, диетологтар қызанақтан мүлдем бас тартуға кеңес беріледі. Сондай-ақ мамандардың айтуынша қызанақ өт қабында немесе өт жолында тастар бар адамдар үшін өте қауіпті. Адамда ойық жара немесе гастрит болса, егер сіздің ағзаңызда жоғары қышқылдық болса, онда тұзды және маринатталған қызанақтан бас тартыңыз. Одан өзге жаңа піскен қызанақты жесеңіз, сырқатыңыздың өршуіне алып келеді. Ойық жара немесе гастрит белгісі байқалған жағдайда тағам әзіріңізге қызанақты мүлдем қоспаңыз. Адамда бүйрек ауруы болса, қызанақтан бас тартқан дұрыс. Себебі қызанақтың құрамында қышқыл бар, ол дененің су-тұз балансына теріс әсер етеді. Пісірілген және консервіленген қызанақ бүйрек тастарын қоздыруы мүмкін. Сондықтан қызанақпен қоштасып қияр жегеніңіз жақсы. Егер сізде буын ауруы болса, бас тартыңыз. Қызанақты жеу арқылы оксал қышқылы көбейеді. Егер ағзаңызда концентрациясы асып кетсе, қатты ауырсыну пайда болуы мүмкін. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Қызанақ қай елден шыққан? Қызанақ бұл біз күнделікті жейтін жемістердің бірі, бірақ көбісі оны көкөніс деп санайды. Салатта А компонент ретінде жалғыз немесе біздің тағамдардың құрамдас бөлігіне айналды. Бірақ сіз қызанақтың тарихы туралы не білесіз? Орыс тілінде помидор атауы итальян тіліндегі помодоро алтын алма дегеннен шыққан. Ал томат атауы француздардан томати деген сөзінен аударылған. Отаны Оңтүстік Америка. Бұл жерде қызанақтың жабайы және жартылай мәдени түрін кездіруге болады. Ең алғаш Еуропаға 16 ғасырдың ортасында Испания, Португалия, кейін Италия мен Францияға да жеткен. Басында барлығы қызанақты жеуге жарамсыз және улы деп есептеп, жемісінің әдемілігі үшін бақша өсімдігі ретінде ғана өсірген. Қазіргі уақытта қызанақ ең кең таралған және өсіретін көкөністердің бірі болып саналады. Түрінің көптігімен, дәмімен және диеталық қасиеттерімен танымал.
Осы себепті испан жаулап алушылар үшін және бастапқы сөзді айту қиынырақ болғандықтан олар оны қызанақ деп атауға шешім қабылдады. Қызанақ шырынның пайдасы мол екені бұрыннан белгілі. Ертеде қызанақ шырынын хан сарайларда халық көсемдері мен қадірлі қонақтарға берілген екен. Ал оның қаншалықты пайдалы болса, соншалықты зиянды екенін көпшілік біле бермейді. Қызанақ шырыны құрамында крахмал және концентрантты қант болмаса, ең пайдалы әрі құнарлы. Қоспасы жоқ сусын құрамында магний, кальций, натрий, минералды заттар А, Б, С, К, 2П дәрумендері және шырын алма, лимон қымыздық қышқылы бар. Жазда бұл сусын шөл қандырса, қыс мезгілінде бойдағы температураны бір қалыпта ұстауға ықпал етеді. Шырын жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналым жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш, тырнақ өсіміне тікелей ықпал етеді. Қызанақ пен оның шырынының құрамында ликопен бар. Ол ағзаны зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Сондай-ақ қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ шырыны анемия, көз аурулары, жүйке ауруларының алдын алады. Алайда қайнатылған немесе консервантты қызанақ шырынының пайдасына қарағанда зияны көбірек. Оны көп мөлшерде пайдалану өт және бауыр жолдарында тастардың жиналуына жол береді. Сондықтан да жарамдылық мерзімі 3 айдан асатын шыны ыдыстағы қызанақ шырынына көп әуестене бермеңіз. Асқазан ауруларына шалдыққан жандарға қызанақ шырынын көп мөлшерде қолдануға болмайды. Әсіресе асқазан жарасы, гастрит, панкреатит ауруларымен ауыратын жандар үшін қызанақ шырыны қауіпті болуы мүмкін. Қызанақ шырынын үйде жасауға болады. Ол үшін қып-қызыл болып піскен қатты қызанақтарды жуып, оны сыртқы қабатынан ажыратып алыңыз. 2-ге бөліп шырынсыққыштан өткізіңіз. Дайын шырынға 1 шай қасық тұз қосып, оны 10 немесе 15 минуттан кейін пайдалануға болады. Сондай-ақ қызанақпен бірге шырынсыққыш қалма, лимон, асқабақ, сәбіз қосуға болады. Араласқан шырында пайдалы келеді. Күнделікті таңертең және ұйықтар алдында 1 стақан қызанақ шырынын ішкен абзал. Таңертең шырын адам бойына сергектік бітірсе, кешкілік жанға тыныштық сыйлайды. Қызанақ шырынын ас алдында да ішуге болады. Алайда оны құрамында көп мөлшерде ақуыз кезетін тағамдармен араластырмаған жөн. Қызанақ пен қиярды араластырып жеуге болмайды. Қияр мен қызанақты араластырып салат жасап жеу тағамдық әдетке айналғанын білеміз. Алайда 2 көкөністі араластыруға болмайтын көрінеді. Бірінің құрамындағы пайдалы затты екіншісінің құрамындағы қышқылдар құртып жібереді екен. Бұл жайлы Ресей дәрігері Урал фитнес институтының маманы Игорь Мармель айтты. Біріншіден, қиярдың құрамындағы аскорбиназ қызанақтағы С дәруменін ертіп жібереді. Екіншіден, қияр мен қызанақтың құрамындағы заттарды асқазан бір уақытта қорыталмайды. Содан ас қорыту жүйесіне салмақ түсуі мүмкін. Одан бөлек, қызанақ пен қияр біріксе, тұзға айналып, бауыр мен бүйректің жұмысына қиындық салады деп түсіндірді Игорь Мармель. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Өз денсаулығыңызды қорғай жүріңіз. Каналға жазылып қолдау білдіріп лайк басып кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 000 тіркелушіге жеткізейік. Қазақ тілді арнаның дамуына бірге үлес қосайық. Бүгінгі қызанақ туралы видео пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеода көріскенше.